Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ене және достар. Бүгін біздер ретін өздеріңіз көргендей қарапайым Майнкрафтта осындай мықты динамиттерді жарып көреміз. Яғни бұл қарапайым Майнкрафт емес, бұл Майнкрафтқа мен мод қосқан болатынмын. Және де бізде мынандай әртүрлі динамиттер пайда болды достар. Осындай мықты динамиттерді жарып көреміз. Және де мынандай екі ең мықты динамиттер бар. Бұлар достар Майнкрафт бойынша ең мықты динамиттер деп айтылған болатын. Бірақ мен бұны тексеріп көретін боламын бүгінгі видеода. Бұл шын ба шын емес пе көретін боламыз. Алай болса сіздер видеоға лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Біз осы динамиттерді жаруға кірісеміз. Так достар, давайте осы таудың ішінде біз жарып көрейік, не болады екен, осы таумен не болады екен біз осы динамиттерді жарғанда. Достар, мен анау динамиттерді жарған кезде менің мирым вообще бұзылып кететін сияқты. Опа достар, біз мынау динамитті жарғанын көре алмай қалдық. Давайте достар, онда осы динамитті басынан жарып көрейік, өйткені жаңа мен сіздерге көрсете алмай қалдым. Давайте ең бірінші осы S4 деген динамитті жарып көрейік. Опа достар, ол бірден жарылып кетеді екен. Білмеймін, бұл динамиттің қандай пайдасы бар. Ол динамитті жарған кезде өзің өліп қаласың ғой. Жарайды. Достар, екі есе қатты жарылатын динамит екен. Ол мынау тауды қараңыздар достар, вообще бұз жырт. Так, енді давайте мынандай мұз динамитті жарып көрейік. Бұл динамит бізде қалай жарылады екен? Так, давайте жағып қашып кетеміз. Және де бұл динамит бізде достар, бұл динамит бізде мұз шашады екен. Әрине бұл өте керемет. Біз жай жүретін болып қалдық. Осы мұз шашылғаннан кейін біз және де бізге медлительность деген эффект беріп. Осы эффект біткеннен кейін достар, басқа динамиттерді жаруды жалғастырамыз. Так, бізде 1 секунд қалды. Так, опа, бітті бұл эффект. Так, давайте енді достар, осындай sticky bomb деген динамитті жарып көрейік. Осы динамит бізде қалай жарылады екен. Бұл видеода мен динамит деген сөзді қанша рет айтатынымды білмеймін. Так, мына динамит қалай жарылды вообще? Жарылғанда жоқ қой вообще. Так, давайте достар, көрейік қалай жарылады екен. Достар, бұл сондай кішкентай ғана жарылатын динамит сияқты. Жарайды достар, олай болса біз кейін 4 есе мықты жарылатын динамитті жарып көрейік. 4x динамит деген, яғни опа, бұл қақы кетіп қалды. Так, жарайды достар, бұл динамит жоқ қуып кеткен сияқты. Давайте енді мынау тағы біреуін қойып осы жерден жарып көрейік. Бұл достар, бұл кәдімгідей мықты жарылатын динамит екен. Так, давайте мынаны жарып көрейік енді. Достар, бұл кәдімгідей мықты жарылады екен. Бұл таудың жартысын қопарып жүрді, қазір көріп тұрған болсаңыздар. Енді бізде море динамит деген, яғни білмеймін бұның мағынасы қандай екенін. Так, давайте достар, мынаяқтан көбейіп кетті ғой динамиттер. Бұл өте керемет. Достар, мынаны қараңыздар. Достар, бұл тауды жоқ қыл жерді ғой. Так, давайте мына жаққа барып жарып көрейікші, әйтпесе мынау таудан онша көрініп отқан жоқ. Маған қанша динамит шыққаны ол жерде. Так, давайте осы жерге қойып динамитті, сосын осы жерде жарып көреміз, не болатынын көреміз сосын. Так, давайте жағамыз и қашамыз. Мына жақта жарылып кетпесе болған бізде. Достар, жаман жарылып жатыр мына жақта. Жаман жарылып достар, ол жерде 6 динамит шығады екен шетінен. Әрине бұл өте жаман және. Достар, вообще бәрі жақты қопар жерді ғой. Мен бұл динамиттен бұндайды күтпедім. Енді келесі динамиттерде қандай болатынын білмеймін. Вообще бұл динамит осындай болса. Так, жарайды достар, давайте олай болса біз келесі динамитті жарып көрейік. Бұл динамит өте мықты динамит болды. Так, бедрок бустер. Бедрокты жаратын динамит бұл сонда. Білмеймін достар, түсінген жоқпын, шынымды айтсам. Так, жарайды достар, давайте олай болса жарып көрейік. Достар, бұл кәдімгідей мықты динамит болды. Бірақ кішкентай ғана жерді жарды, бірақ эффекті өте мықты болды. Яғни анимациясы өте керемет болды деп айта аламын. Так, давайте тағы біреу жарып көрейікші. Ол әдемі жарылатын динамит екен. Опа, бізде қашып кетті. Бұл динамит қашып кетті деп айтсақ болма, қалай болды? Жарайды, олай болса осыны жарып көрейік. Бұл динамиттің бізде анимациясы өте керемет. Достар, бұны разработчиктер өте керемет қылып жасап. Енді бізде Нуре деген Нуке деген бір бәле достар, осындай динамит екен. Аты өте біртүрлі, бірақ достар, бұл қатты жарылатын сияқты. Достар, бұл қатты жарылатын сияқты шынымен. Так, сәл қашайықшы, әйтпесе бұл динамиттен мен шынымды айтсам қорқып тұрмын. Достар, әдем жарылды, кәдімгідей атомный бомба сияқты жарылды ғой. Менде қатып атыр достар, кәдімгідей мирдің жартысын жоқ қыл жерген сияқты. Так, көрейік қазір не болып жатыр бізде вообще. Достар, менде әлі жаман қатып жатыр. Так, сәл бұлайдан қашайық. Мына жақтағы динамиттер жарылып кеткен жоқ қой, оларға тиіп. Так, не болса да көрейік қазір не болып жатыр екен. Достар, мына арттағы динамиттер де жарылып жатыр. Кетіп қашты артқа, әйтпесе қазір бізді осы жерде қатып қалуы мүмкін менің телефоным, өйткені бұл жерде өте көп динамиттер жарылып жатыр. Мына жақта және де бір қой өліп қалды өзімен өзі. Әрине ол динамиттің кесірінен өлген болатын. Жарайды, не болса да қазір көреміз достар, біздің мермен не болғанын. Бұл менде қазір телефон қатып жатыр. Достар, бір нәрсе болып жатыр менде. Так, қатып жатыр өте қатты.
Так барып көрейік. Ема достар, мынау не істеп тастады вообще біздің мерді? Ема қопарып тастапты ғой мынау. Мынау кәдімгідей қатты жарылып достар. Бұл осылай жарылса, бұл динамит, бұдан кейінгі динамиттер қалай жарылатынын білмеймін мен вообще. Бұл өте керемет жарылды деп айта аламын достар. Қазіргі кездегі менің ең мықты динамитім деп айта аламын осы динамитті. Так, жарайды достар, мына жақта ең көп динамит жарылған жерді көрейік, не болғанын. Бұл жерде өте қатты жарылды деп айта алмаймын, өйткені бұл жерде бәрі бір жерде жарылған, сондықтан да ол динамиттің жарған жері кішкентай болған достар. Так, давайте осы жаққа барып біздің соңғы динамитімізді жарып көрейік. Ол динамит бізде қалай жарылады екен. Так, давайте соңғы динамитімізді алайық. Ол динамит бізде мына жерде тұр. Так, давайте осы динамитті тауып аламыз, сосын осы динамитті жарып көреміз. Бұл динамит достар бізде аты өте біртүрлі динамиттердің бірі. Так, міне тұр достар, ол напалм деген динамит ол. Жарайды достар, осы екі динамит қалып, бізде 2X деген, яғни 2 есе қатты атылатын, бірақ бұл жасыл динамит екен достар. Сол үшін мен бұны соңында жарам деп шештім. Бұл өте қатты атылды деп айта алмаймын. Кішкентай атылды, негізінде кәдімгі динамиттен сәл ғана қатты. Ема достар, мынау не болып отыр? От болып отыр. Бұл қатты емес, бірақ жаман емес. Кәдімгі динамит үшін бұл жаман емес негізінде. Кішкентай ғана отты шығарады екен біздің немізде. Так, давайте осындай, егер сіздер осындай ормандарды өртегілеріңіз келсе, осылайынан ормандарды жай ғана осылайынан жағып жібере аласыздар. Сонымен қатар бұл модта достар тек қана динамит қана емес, әртүрлі қарулар да бар. Бұл қаруларды ату мүмкін емес, бірақ та ол қарулар өте керемет жасалынған деп айта аламын. Міне достар, олар ең төменде тұр. Әртүрлі динамиттердің орнына алайық достар осы қаруларды. Бұл қаруларды әрине ату мүмкін емес, бірақ та бұл қаруларды сіздер өздеріңіздің үйлеріңізге жай ғана сувенир ретінде қойып қоя аласыздар. Жарайды достар, сіздермен бірге болған мен Эйни. Бүгін осындай модқа кішкентай обзор болды. Ұнаған болса арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңіздер. Hoşçakalın, давайте.